Мақсатты мемлекеттік тапсырыс. Мақсатты мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша грант бөлу үшін талапкерлер тізімі бөліміне өтіңіз. Бұл мүмкіндік тек директордың жеке кабинетінде қолжетімді. Мақсатты мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын тек мәртебесі қабылданды болған өтінімдерге бөлуге болады. Егер өтінімнің мәртебесі емтихан тағайындалды болса, немесе талапкер емтиханды тапсырып қойған болса, мақсатты мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын бөлу мүмкін емес. Қабылданды мәртебесіндегі бір немесе бірнеше өтінімді таңдап, орын бөлу батырмасын басыңыз. Хаттаманы немесе басқа да растайтын құжатты тіркеп, қол қою батырмасын басыңыз. Ранжирлеуге жіберу. Өтінімді ранжирлеуге жіберу үшін талапкерлер тізімі бөліміне өтіңіз. Бұл мүмкіндік тек директордың жеке кабинетінде қолжетімді. Ранжирлеуге тек оқу базасы көрсетілген және ОКБ есептелген өтінімдерді ғана жіберуге болады. Егер біліктілік бойынша емтихан тапсыру талап етілмесе, мәртебесі қабылданды болған өтінімді жібере аласыз. Егер біліктілік бойынша емтихан тапсыру талап етілсе, тек бағалары қойылған және мәртебесі емтихан тапсырылды болған өтінімдерді ғана жіберуге болады. Егер талапкер емтиханнан өтпеген болса, немесе бағалары әлі қойылмаған болса, өтінімді ранжирлеуге жіберу мүмкін емес. Ранжирлеуге қолжетімді бір немесе бірнеше өтінімді таңдап, ранжирлеуге жіберу батырмасын басыңыз, содан кейін қол қою батырмасын басыңыз.